Сәлем, мидың жұмысын жақсартуға арналған жаттығу. Түстердің аты басқа түспен беріледі. Жазылып тұрған сөзді емес, түсін атау қажет. Мысалы, қоңыр деп жазылып тұрған сөз қызыл түспен боялып тұр. Біз оның түсін айтуымыз керек, қызыл деп. Түстерді жылдам оқып, тез ажырата білу арқылы мидың екі жарты шарының жұмысын жақсарта аламыз. Сол жақ ми оны қоңыр деп оқиды, ал оң жақ ми қызыл деп айтады. Бұл жаттығудың пайдасы есте сақтау қабілетін жақсартады, мидың жұмыс істеу өнімділігін арттырады, мидың оң жақ және сол жақ жарты шарларының жұмысын жақсартады. Жаттығуды ересектер де балалар да орындаса болады. Ал кеттік.